Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөз туралы былай деген әсем ережесі бар. Сөйлесең, жақсы сөйле, немесе үндеме дейді. Бір халықта сондай сөз бар, рахмет. Бір халықта сондай сөз бар ғой, көрші халықтарда. Дүниеден өткен адам туралы жақсы сөйлеу керек, немесе үндемеу керек дейді. Орыс халқының сөзі бар сондай. Дүниеден бір адам өтсе, ол туралы жақсы сөйле, немесе үндеме дейді. Ал енді сол орыс халқында өткен жазушы айтады. Негізі мен бұл сөзге қосылмаймын дейді. Өткен адамның сыртынан жақсы айт, жаман айт, ол бәрібір оған әсер етпейді. Ол бұл дүниедегінің ісін бітіріп қойды дейді. Рас қой? Ол бұл дүниедегі кітабы жабылған адам ол. Ол туралы жақсы айтасың ба, жаман айтасың ба? Ол бітіріп қойды. Сіз оны қанша жаман десеңіз де, ол Алланың құзырында амалы жақсы болып біткеннен кейін ол жақсы. Сіз оны қанша жамандасаңыз да ол жақсы адам. Ал егер бір адам амал дәптерін жаман іспен бітірсе, жаман болып бітсе, сіз оны қанша мақтасаңыз да, ол бәрібір сол қара адам болып қалады. Өйткені ол кісінің амал дәптері жабылды. Ал бәлки тіліңді тірі адамдардан тый дейді. Сенің әсерің болады оған дейді. Сен егер жақсы адамды жамандап атсаң, ақысын төлейсің. Ал жаман адамды жамандап атсаң, сенің одан не айырмашылығың бар деп айтады. Рас қой, қандай әсем сөздер. Халқымызда да баяғыдан келген сол сөз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзін талдап кетейікші. Сөйлесең жақсы сөйле, болмаса үндеме деген сөзі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Жақсы сөйле деген сөзді шариғатымыз қалай талдайды? Жақсы істі мағруф деп атаймыз шариғатта. Мағруф. Жақсы іс қанша бөліктен тұрады, және оны не деп айтамыз десе, ең бірінші жақсы сөз бұл парыздар. Парыз амалдар жақсы сөздер. Парыз сөздер де жақсылар. Оған дәлел Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Алла тағала айтады, хадис құдсида. Алла тағала айтады: мен өзімнің пендеме парыз еткен амалдан артық істі сүймедім дейді. Яғни Алланың ең сүйген ісі бұл парыз амал. 5 парыз болсын. Біздің халқымызда 40 парыз деп жаттатамыз перзенттерімізге. Сол 40 парызды қайылдатып орнына қойсаңыз, онда сіз Алла сүйген істі орындаушы болдыңыз. Алланың ең қатты жақсы көріп сүйетін амалдары және сөздері бұл парыздар. Біліп алыңыздар. Екінші